Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында 3-ақ ингредиенттен тұратын баунти шоколадын жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: кокосовая стружка, сгущенка және шоколад. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астына описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға кокосовая стружкамызды салып аламыз. Оның үстінен сгущенкамызды құямыз. Айта кетерлік жайт, барлық заттарды мөлшерімен қосқан дұрыс болады. Себебі бізде біркелкі масса болуы қажет. Онан соң осы дайын болған массамызды сопақша және ұзынша етіп форма жасаймыз, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Пергамент қағазын төсеп, барлық формаларымызды келтіріп, тізіп шығамыз да 20 минутқа және не болмаса 30 минутқа морозильникке салып қоямыз. Ол уақытта біз шоколадымызды на водяной бане не болмаса микроволновкада еземіз. Мен шоколадқа аз ғана сүт қосып жібердім. Енді дайын болған кокосовый стружкаларымызды шоколадқа аунатамыз. Шоколадымыз өте қатты ыстық болмауы қажет, себебі біздің кокосовый стружкаларымыз шоколадтың ішінде еріп кетуі мүмкін. Сол үшін шоколадымызды суытып алуымыз қажет. Онан соң баунти шоколадтарымызды тізіп шығамыз. Және де үстін вилкамен тіліп шықсаңыздар болады. Қайтадан жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Міне, біздің баунти шоколадтарымыз дайын болды. Ешқандай қоспасыз үй жағдайында жасауға болады. Баршаңызға ас болсын.